Сәлеметсіздер каналымның оқырмандары, сіздерге бүгін дәмді болып шығатын цукинидан роллы жасап көрсетемін. Бұны салат немесе закуска ретінде қолдануға болады. Видео ұнаса көргеннен кейін тіркеліп, өз ойыңызды жазуға ұмытып кетпеңіз. Ең біріншіден көкөністерімізді жуып аламыз, кейін цукинидің сыртын ашып, жіңішкетіп бөліктерге бөліп тураймыз. Одан кейін жұмыртқамызды алып, оған дәміне қарай тұз, бұрыш салып араластырып аламыз. Енді майымызды қыздырып, жаңағы турап қойған цукиниді ең алдымен жұмыртқаға салып, кейін ұнға, одан қайталап жұмыртқа және ұнға тағы салып, қызып тұрған майымызға екі жағын қуырып аламыз. Барлығын дәл осылай қайталап шығамыз. Қуырған соң қағаз орамалға майы кету үшін салып қоямыз. Барлығын жасап алдық. Енді қызанағымызды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін бір цукинимізді алып, жаңағы творожный сырды жағамыз, үстіне қызанақты қойып, әр біреуін орап шығамыз. Ыдысымыздың ортасына лист салата, микс салата немесе руккола қойсаңыздар болады. Үстіне салатымыздың түрін және дәмін одан әрі ашу үшін бальзам соусын құямыз. Астарыңыз дәмді болсын.